Сәлеметсің бе, Әли? Бүгін біз сенімен математика сабағында 11 және 12 сандармен танысатын боламыз. Өткен сабақты есімізге түсіретін болсақ, бір ондықта 10 бірлік бар екен. Мысалы, мына қораптағы жұмыртқаларды санайтын болсақ, оның ішінде 10 жұмыртқа бар. Яғни, оларды бірге алатын болсақ, бұл бір ондық болады. Бір ондықта 10 бірлік бар екен. Енді оннан кейін қандай сан екен? Ол үшін дәптеріміздегі 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Брус қанша? Текше қанша? Бұл қандай сан? Жолға 11 санын жаз. Енді қарап, мына брусты біз бір ондық ретінде аламыз, ал бір текшені біз бірлік ретінде аламыз. Яғни 10 мен 1-ді қосқан кезде 11 шығады екен. Сол себепті біз 11 санын мына төмендегі торлардың ішіне жазамыз. Сен өз дәптеріңе жазасың. Келесі 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Суреттегі жұмыртқада неше ондық бар? Біз білеміз, жұмыртқаны ондықтармен санайды. Яғни, қораптың ішінде бір ондық, яғни 10 жұмыртқа бар. Жеке жұмыртқа қанша? Барлығы неше жұмыртқа? Ал біз қораптың жанындағы жұмыртқалардың санына назар аударатын болсақ, олар нешеу екен? Дұрыс айтасың. Қораптың жанында 2 жұмыртқа. Сонда барлық жұмыртқаларды бірге санап көрейік. Қанша жұмыртқа екен? Дұрыс айтасың, 12 жұмыртқа. Енді біз 12 санын мына төмендегі тор көздердің ішіне жазамыз. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Келесі 6-шы тапсырма. Сандарды 7-ден 11-ге дейін тура ретпен жаз. Және екінші, осы 6-шы тапсырманың екінші тапсырмасы, сандарды 12-ден 5-ге дейін кері ретпен жаз. Бірінші ауызша жасап көрейік. 7-ден 11-ге дейін тура ретпен санап көрейік. 7-ден кейін қандай сан? Дұрыс айтасың, 8. Осылай өсу ретімен санап көрейік 11-ге дейін. 7, 8, 9, 10, 11. Дұрыс. Енді 12-ден бастап 5-ге дейін кері ретпен санап көрейік. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Жақсы. Енді оны дәптерімізге жазып аламыз, Мінеки. Мына жерде көрсетіліп тұрғандай, сен өзің дәптеріңе жаза қой, Әли. Жақсы ма? Келесі тапсырмаға назар аударайық. Келесі тапсырмада біз қанша санмен жаз дейді. Біз тиындарды көріп тұрмыз, 10 теңгелік тиын көріп тұрмыз бірінші суретте, және 1 теңгелік тиынды көріп тұрмыз. Енді мына тор көздің ішіне біз қанша, екеуін қосқанда қанша тиын болатынын жазуымыз керек. 10 мен 1-ді қосқанда қанша болады? Дұрыс, 11. Енді келесі суреттегі тиындарға назар аударайық, жанындағы оң жақтағы. 10 тиын мен 2 тиын тұр. Екеуін қосқанда әрине 12 болады екен. 8-ші тапсырмада 2 теңгеден сана және санды жаз дейді. Мынан қарап, бізде мына жерде 2 теңгеліктер берген екен. 2 теңгеліктерді бірге қосып санап көрейікші. 2 қосамыз, тағы да 2, 4 қосамыз, тағы да 2, 6 қосамыз, тағы да 2, 8 қосамыз, тағы да 2 теңгені, 10 қосамыз, тағы да 2 теңгені, 12. Енді 12 санын астына мына тор көздердің ішіне әдемілеп жазамыз.
Мінекей осылай. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Сандарды жаз. 1 ондық, 2 бірлік. 1 ондықта бізде қанша бірлік бар? Дұрыс айтасың, Әли. 1 ондықта 10 бірлік бар. 10 бірлік пен 2 бірлікті қоссақ, болады 12. 1 ондық және 2 бірлікті қосқан кезде болады 12. Оны қалай жазамыз? 1 ондық және 2 бірлік. 1 ондық және 1 бірлік. 1 ондықта біз білеміз 10 бірлік бар. 10 бірлікке 1 бірлікті қоссақ 11 болады. Келесі 1 ондық, ол 1 ондықта қанша бірлік бар екен? Дұрыс айтасың. 10 бірлік бар екен. Енді 10-шы жаттығуда сандарды жаз. Мына жерде тор көздердің ішінде сандар қалып қойыпты. Мысалы 10 қосылған, 10-ға қандай санды қосқанда 11 болады екен? 10 қосу қанша? Дұрыс айтасың. 10 қосу 1 тең 11. Келесі 10-ға қаншаны қосқанда 12 болады екен. 10-ға 2-ні қосқанда 12 болады екен. Дұрыс айтасың. Енді 11-ге қандай санды қосқанда 12 болады екен? Әрине 11-ге 1-ді қосқанда 12 болады екен. Енді келесі бағандағы азайтуға байланысты есептерді көрейік. 11-ден қандай санды азайтқанда 10 болады екен? 11-ден 1-ді азайтқанда 10 болады екен. 12-ден қандай санды азайтқанда 10 болады? Дұрыс, 12-ден 2-ні азайтқанда 10 болады. 12-ден қандай санды азайтқанда 11 болады? Дұрыс айтасың. 12-ден 1 санын азайтқанда 11 болады екен. Мінекей жауаптары көз алдында тұр. Сен өз дәптерінде осылай әдемілеп, жазып, орындай қой. Келесі тапсырмада артық, кем немесе тең таңбаларын қоюымыз керек. Мұқият бол, Әли. Енді қара, 12 мен 11 санын салыстырып тұр екен. Қалай ойлайсың? Қай сан үлкен? Қай сан үлкен болса, біздің таңбамыз сол жаққа қарап тұрады екен. 12 әрине үлкен 11-ден. Келесіде 11 мен 12-ні салыстырып тұр. Әрине 12 үлкен, біз білеміз, 12-ге қарап тұрады. Біздің таңбамыз. Енді 12 мен 10 санын салыстырып тұр. Әрине 12 үлкен 10-нан. Келесі 12 мен 12-ні салыстырып тұр. Әрине 12 мен 12 бір-біріне тең екен. Келесі 12-ші тапсырмада қажетті таңбаны таңда және қой дейді. Мына жерде 12 болу үшін 10 мен 2-нің арасына қандай таңба қою керек? Қалай ойлайсың? Азайтуды қоямыз ба, әлде қосуды қоямыз ба? Әрине біз қосуды қоямыз. 10 қосу 2 тең 12. Сол сияқты қалған тапсырмаларды орындап тастауымыз керек. Мінекей тақтада көріп отырғандай барлық жауаптары жазылған. Осыған қарап сен өз дәптерінде орындай қой. Менің ойымша біз бүгін 11 және 12 сандарын жақсылап тұрып танысқан сияқтымыз, Әли. Келесі математика сабағында кездескенше сау саламат бол.